Қайырлы күн достар, сіздермен Олжанай, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен KFC-дегідей дәмді тауық қанаттарын дайындап үйренетін боламыз. Ол үшін қажетті заттар: тауық қанаттары, қара бұрыш, имбирь, паприка, тұз, су және күнбағыс майы. Барлық ингредиенттер қажет мөлшерде төменде описаниеде толық көрсетілген. Алдымен тауық қанаттарын кесіп дайындап алуымыз қажет. Ол үшін осылай оны екі бөлікке бөлеміз және де қажет емес осы үшінші бөлшекті видеодағыдай кесіп алып тастаймыз. Яғни бір қанатты екіге бөліп, барлығын осылай дайындап аламыз. Мінекей дайын болды. Енді оны маринадтауға кірісеміз. Оның маринады үшін бізге су қажет болады, 2 стакан. Сол суға барлық құрғақ ингредиенттерді қосамыз, яғни тұз, ащы бұрыш, имбирь және де паприканы қосамыз, және де оған сұйық майды қосамыз, яғни күнбағыс майын қолдандым мен. Содан кейін барлығын жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей маринадымыз дайын болды. Енді соған жаңағы дайын тұрған тауық қанаттарын саламыз. Содан соң барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай барлық жеріне жететіндей етіп, барлық тауық қанаттарына маринад тиетіндей етіп, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Мінекей барлық жері араласып дайын болды. Енді оны тоңазытқышқа маринад үшін 5-6 сағатқа жібереміз. Менің тауық қанаттарым 5 сағат бойы тоңазытқышта тұрды. Енді оны дайындауға кірісетін боламыз. Ең алдымен тауық қанаттарын осылай маринадтан босатып, басқа таза тарелкаға салып аламыз. Содан соң осы тауық қанаттарын батыратын панировкасын дайындаймыз. Яғни панировка бізде ұннан жасалады. Мінекей осындай үлкен таза ыдысқа барлық жеріне жеткізіп, осылай ұнды молынан салып шығамыз. Содан кейін оған паприка саламыз. Және де тұзды саламыз. Және үшеуін жақсылап тұрып араластырамыз. Панировка дайын болды. Енді табаға сұйық май құйып, оны жақсылап қыздыруымыз қажет. Сұйық майды өте көп мөлшерде аламыз, себебі тауық қанаттар толық батып тұруы қажет болады. Енді тауық қанаттарын панировкалауға кірісеміз. Ол үшін осы бірнеше бөлігін алып, ұнға саламыз, яғни панировкаға. Және де оның барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Міне видеода көріп тұрғаныңыздай барлық жеріне ұн жететін етіп, тауық қанаттарын батырып араластырып аламыз. Мінекей дайын болды. Енді бізге дұршылақ қажет болады, және де бір кастрюляда су қажет. Ол қазір осы тауық қанаттарын батыру үшін. Яғни бұл осы KFC-де негізгі құпия осы болып саналады. Осылай жасасаңыз сізде де керемет шығады. Міне барлық тауық қанаттарын дұршылаққа алдымен саламыз, және де одан кейін осы суға батырамыз. Кастрюлядағы суға батырып, оның барлық жеріне осылай жуған секілді суды жеткізіп, содан кейін барлық жеріне суды жеткіземіз, және де дұршылақты кастрюлядан алып, оның ішіндегі тауық қанаттарын қайтадан клярға, яғни осы ұнды панировкаға саламыз. Содан соң тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Осылай барлық жеріне ұн жететін қылып, яғни ұнға батырып, осылай тауық қанаттарын тағы да бір клярға араластырып аламыз. Енді оған дейін біздің майымыз да қызып тұру керек. Оны осы ағаш шпажкамен тексересіз. Сол кезде осылай көпірсе, демек май қызды деген сөз. Оған тауық қанаттарын салуды бастаймыз. Мінекей осылай ақырын ғана клярда дайын тұрған тауық қанаттарын майға толығымен батып тұратын етіп орналастырамыз. Содан соң осы бір жағын орташа отта 10 минут бойы пісіреміз. 10 минут осы бір жағы пісіп тұрады. Соған дейін қалған тауық қанаттарын қайтадан осылай клярға салып, суға салып дайындап алсаңыз болады. 10 минуттан кейін осылай аударып, екінші жағын тағы да 10 минут бойы қуыруымыз қажет. Сол кезде тауық қанаттары толықтай піседі. Егер де қаласаңыз, арасында осылай аударып тұруыңызға болады. Бірақ та тауық қанаттарының толық пісуі үшін бір жағын 10 минут пісірсеңіз жеткілікті. Мінекей дайын болды. Енді оны осылай салфетка төселген ыдысқа саламыз. Салфетка ол майын осы тауық қанаттарының өзіне сіңіріп алу үшін қажет. Дәл осылай барлық тауық қанаттарын пісіріп аламыз. Сіздерге менің видеом
ұнады және түсінікті деген ойдамын. Міндетті түрде дайындауыңызға кеңес беремін. Дәл осы панировкамен жасасаңыз сырты күтірлеп өте керемет шығады. Сәттілік!